Оңай пирогымызды қалай жасаймыз? Алдымен жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламыз да, үстіне сармай, қант және де 3 қасық сүт, разрыхитель, ұнымызды барлығын салып жақсылап араластырамыз. Меренгесін жасау үшін ақ уызымызды аламыз, үстіне қант саламыз, кукуруза крахмалын саламыз. Табаға жайып саламыз да 160 градусқа 40 минут пісіріп аламын. Дайын болғаннан кейін әбден суытып, ортасына кремге творожный сыр мен сгущенка екеуін араластырып жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.